Саламатсыздар. Мен бүгін сіздерге қаймақты бәліш жасап көрсетемін. Өте дәмді және жасалуы өте оңай. Бірінші біз ұнның үстіне разрыхлителді салып араластырып қоямыз. Ұнды елегіштен өткіземіз. Разрыхлитель екеуін жақсылап араластырамыз. Бір шетінде қалып қоймау керек. Одан кейін ыдысқа басқа бөлме температурасындағы маймен үстіне қанттың ұнтағын салып бірінші қасықпен араластырамыз, сосын миксерлейміз. 3-4 минут миксерлейміз, жақсылап май сәл ағарады. Оны миксерлеп болғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды салып және миксерлейміз. Жұмыртқаны миксерлеп бастағанда іртік болуы мүмкін, қорықпаңыздар, өзі солай болу керек. Жақсылап оны араластырып алғаннан кейін ұнды екіге бөліп саламыз. Бірінші бөлегін салғаннан кейін қасықпен араластырамыз, екінші бөлегін салғаннан кейін қолымен араластырамыз. Илемейміз қатты, жай тез араластырып алып, шар сияқты жасаймыз. Одан кейін мешоктың ішіне салып, жұқалап жайып жіберіп, ол егерде сіздердің уақыттарыңыз болмаса, күтетін тезірек суына жақсы көмектеседі осылай. Соңынан жайғандарыңызға да ыңғайлы. Кем дегенде жарты сағатқа холодильникке саламыз. Менде 1 сағаттай тұрады. Ол холодильникте тұрғанша әзірше салмамызды дайындаймыз. Мен ірімшікпен, творогпен бірге қаймақты араластырам бірге бір. Бәрінің рецептісін төменде описанияға жазып қоям. Содан кейін қантымызды, қаймақ, жаңағы творогты, жұмыртқамызды бәрін саламыз. Осы кезде крахмалды салуым керек. Мен соңынан үстінен салдым. 1 қасық крахмалымызды бәрін қосып, осында погруженный блендермен араластырсақ, өте жақсы бір қалыпты болып езіліп шығады. Піскенде де әдемі болып тұрады. Міне біздің салмамыз дайын. Енді холодильниктегі тестамызды алып, қазір ыдысымызға саламыз. Менде осындай қазір көргендеріңіздей ыдыс, разъемный дейді ғой, сондай посуда, арасы ашылатын піскен кезде осылай жан-жағына салып шығамыз. Көтереміз, 2,5 сантиметрдей көтереміз жанына. Түбін бәрін бір қалыпты етіп жасағанымыз жақсы. Мына қуыс-қуысына көңіл бөліңіздер, қалай жасау керегін. Көтеріліп кетпес үшін, бәрі әдемі болып шығу үшін бірінші саусақтарыңызбен қуыс-қуысын жасап аламыз. Осындай түбі тегіс ыдыс болса жасап шықсаңыздар, әдемі болып бір қалыпты болып шығады, қисық-қисық болмай. Міне видеода көргендеріңіздей жан-жағын жақсылап жасап алыңыздар. Бәрін жасап алғаннан кейін салмамызды саламыз. Қызып тұрған 180 градус пешімізге 25-30 минут пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасына байланысты. Міне менің бәлішім дайын. Әбден суығаннан кейін осылай пышақпен жан-жағын көмектесіп жіберіп аламыз. Егер ыдысқа салу керек болса, осындай етіп салып, бірінші қағазын жаймендеп алып тастаймыз. Міне сіздер де жасаңыздар, жасалуы өте оңай, сонымен қоймай өте дәмді бәліш. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар, лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған үмітке.